Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгін біз Шырақ платформасындағы барлық ұстаздардың сұрақтарына толығырақ жауап беріп, барлық материалдарын дайындап беретін Ыбырай бот бөлімімен бірге танысатын боламыз. Ең алдымен осы Ыбырай бот бөлімін басып, осы жерде көріп тұрғандарыңыздай барлық пәндер берілген. Мектеп бағдарламасындағы психология, бастауыш және колледж мұғалімдерге арналған бөлім бар. Мінекей, ең бірінші осы пәнді белгілеп аламыз. Және де кез келген сұрақтарымызды осы жерге қойсақ болады. Мінекей, қазақ тілі пәні бұл жерде көрсетілген, география, мәселен тіл туралы мақал-мәтелдер және нақыл сөздер деп сұраған болатынбыз. Бізге осылай нақты сұрадық, 5 мақал-мәтел, 5 нақыл сөз жазып берді. Ыбырай бот бізге тездетіп, мінекей 5 мақал-мәтелді тіл тақырыбына байланысты және нақыл сөздерді қасында өзінің авторымен бірге жазып берді. Одан бөлек біз қазір математика пәнінен көп ұстаздардың сұрауымен есептердің шешімдерін дайындап береме деген сұрақта жауап іздейтін боламыз. Ең алдымен математика пән таңдадық, немесе физика, химия пәндерін бастаңыз болады. Осы жерге есебіңізді жазасыз, ал біз қазір осы батырманы басып сурет есепті жіберетін боламыз. Және де осы есепті шығарып бер деп сұраймыз. Ыбырай бот бізге берілген теңдеуді шешу үшін алдымен ұқсас бөлімдер табу қажет деп ұқсас бөлімдерін тауып берді, ортақ бөлімді анықтады және теңдеуді осылайша шешіп, түбінде бізге осылай шешімін дайындап берді. Квадраттық теңдеу, дискриминант бәрі мәнін дайындап берді. Немесе сіз басқаша шешімін қаласаңыз, осылайша шешімін дайындап бер деп сұрасаңыз болады. Ал біз қазір осы есептің шешімін оқушыларға оңай түсіндірудің жолын жібер деп сұрап көретін боламыз. Осылай сұрадық. Оқушыларға осы есептің шешімін түсіндіру үшін келесі қадамдарды қолдануға болады деп жазған. Мәселен, ең бірінші анықтаған, одан кейін жаңа түсініктер қосып, есепті жеңілдету түрін жолын көрсеткен, ортақ бөлімге келтіру, теңдеуді шешу және де ең соңында шешімі қорытындысын барлығын дайындап берді. Осыны оқушыларыңызға осындай жеңіл жолмен түсіндіріп берсеңіз болады. Және де бұл тәсіл оқушыларға теңдеудің мәнін тереңірек түсінуге көмектеседі деп жазған. Ұстаздар осылайша Ыбырай бот сіздің есептеріңізді барлығын шығарып беретін болады. Одан бөлек керекті сұрақтарыңызды қойсаңыз болады, керекті сценарийларыңызды сұрап алсаңыз болады. Мысалға, біз ашық сапқа сценарий сұраған болатынбыз, соңында материалдар мен ойындарды бізге Ыбырай бот дайындап берді. Тағы да бір айта кететін жайт, ұстаздар, осы Ыбырай бот бөлімнен осы обновление батырмасын басамызда, қайттан осы бөлімге кірсек, неге жаңа берілген есепке кіретін болсақ, осындай батырма пайда болады, яғни жүктеп алу батырмасы. Соны басамыз, басқаннан кейін сізге осы есептің шешімін, осы есепті немесе сізге Word форматы жүктеп беретін болады. Біз қазір шешімін жүктеп жатырмыз. Бізге Word форматы жүктелінді деп берді. Қазір көретін боламыз. Осылайша бізге осы форматты жүктеп, есептердің жолын осылайша бізге дайындап берді. Құрметті ұстаздар, Шырақ платформасының басқа да мүмкіндіктері туралы тағы да пайдалы ақпараттар білгіңіз келсе, парақшаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз.